Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, өте жұмсақ, жақсы көтерілетін тәтті тоқаштарды бірге дайындайтын боламыз. Құрамына ешқандай сүт, айран, жұмыртқа қоспаймыз. Соған қарамастан өте дәмді болып шығады. Бір жасағандарыңыздан сіздерде де шығатынына сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Үстіне қант, сұйық май және де ашытқымызды саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Дәл осы рецептпен тоқаштарды дайындап дүкендерге сатсаңыздар да болады. Ол үшін арнайы бір қоспа қосасыздар. Ол қоспаның атауын комментарийге жазып кететін боламын. Үстіне ұнды және де тұзды қосып, қамырымызды илейміз. Барлығын біріктіргеннен кейін қолға жабысатын қамыр шығады. Үстіне артық ұн қоспаймыз. 2 ас қасық сұйық май, 24 грамм мөлшерінде сұйық май қосып, қамырымызды тағы да қайтарып илейміз. Түрлі тоқаштарға, бауырсақ, пирогтарға жоғары сұрыпты ұнды қосатын болсаңыздар, пісірмелеріңіз өте дәмді болып шығып, жақсы көтеріледі. Бізде осындай қолға сәл-пәл жабысатын қамыр шығады. Бетін жауып 1,5 сағатқа қалдырамыз. 1,5 сағаттан кейін қамырымыз бізде осылай көтерілді. Қолымызды сұйық маймен майлап, барлығын 100 граммнан бөліп аламыз. Яғни айтқан кезде 27 бөлікше шығады. Бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін бізде қамырымыз тағы да көтерілді. Жұмыртқаны жағып, 200 градуста 45 минут пісуге жібереміз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт, сатылымға шығарсаңыздар да болады. Дәл осылай қарапайым заттардан жасалатын түрлі тағамдарды, пісірмелерді менің YouTube каналымнан таба аласыздар. Жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай жұмсақ, тәтті тоқаштарымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.